Әй, шебер құмырашы, жоспарың қандай? Біз қысшы шебер емес екенімізді ұмытып кеттің бе? Саспа Қасым, қарада үйрен. Ата, мынаны қараңыз. Дұрыс істеп жатырмын ба? Әй, шебер сымақ. Мынауың құмыра ма? Яйда қарма. Былай жаса, сарайшыққа әдетте шебер құмырашылар келеді. Сендер қай елден боласыңдар? Біз деген... Біз жақын арадан, ата. Мықты қысшылардан тәлім алып жүрміз. Міне, сізге де жеттік. Дәл жетіпсіңдер. Сарайшықтағы әрбір екінші адам менің құмырамнан су ішеді. Тыңдаңдар, құмыра жасағанда ең бастысы саздың икемін табу. Атырауда да мұғалімдеріміз жетіп жатыр. Саз балшықтың икемін табу үшін қолыңды суға жиым алып отыруың қажет. Саз жібіп икемге келеді. Байқадың ба? Саз балшықтан үйде құмырада жасауға болады. Дөйт! Әңгімені доғар. Құмыра өзі жасалмайды. Досым, мына құмырашы біздің мұғалімнің ата-бабасы болса керек. Әмір, мен түсіндім. Я, дәл солай. Дәл осы аспапты үрлеген кезде күн күркіреп найзағай ойнап еді. Дәл осындай аспап. Ата, кешіріңіз. Үрлеп тұрғаныңыз не? Мынау ма? Бұл сыбызғы. Сыбызғы? Айттым ғой саған, ол ысқырық емес деп. Сыбызғы. Енді біліп жүрем, ата. Ал, Қасым. Қане ол сыбызғы? Қалтаңда ма? Жоқ, әрине. Бұл киімдерді Тасболат ағай берді ғой. Ал ол сыбызғы. Кіреберістегі дарбаза жақта. Мен оның қайда екенін білем. Әй, жүгірмектер! Құмыраны жасау керек. Әмір, ол мына жерде жоқ. Үйге қалай қайтамыз? Сыбызғыны табу керек. Я, ақ киімді атаны іздеу керек. Сыбызғы кішкене ғана аспап қой. Қайда кетуі мүмкін? Егерде сыбызғы арыққа түсіп кеткен болса, онда ол су арнасынан төменге қарай ағып кетеді. Демек, сыбызғы су арнасының аяқталатын жерінде. Сарайшықтағы су арналарының ағымы жылдам, өйткені ол күн сайын тазаланып тұрады. Біз мына қағазды суға ағызып жібереміз. Кеме қай жерге келсе, сол жер арнаның соңы. Сыбызғыны табу жоспары басталды. Әмір, кемеден көз алма. Ақырын жүзетін кеме неге жасамадың? Қайда ол? Білмедім. Арна бойымен жүгіре бер, қуып жетеміз. Осы ма су арналарының соңы? Дәл өзі. Бірақ кеме көрінбейді. Міне ғой ол. Әмір, әне, бер, мен үрлейм. Әмір, ендігі кезек менікі. Сен бізді сарайшыққа алып келдің, енді мен бізді Атырауға қайтарам. Әмір, менің ойымша біз енді сарайшықта мәңгілікке қаламыз. Қасым, ау, сен маған өткенде бір қызық көрсетем деп едің ғой.